Бірақ мен мына жерде аяулымды кішкене түсінбей отырмын. Ортаға келеді де, маған Абылай ұнамайды деп, қабағын түйіп, ұнамайтын жақтарын айтып келіп, бірақ видеоға қарасаң, екеуі бір андай ешқандай араларында мәселе жоқ сияқты, бір-біріне сезімі бар адам сияқты түскен да, соны түсінбей отырмын. Не сіз деген осы жерде отырған жаңағы өзіңіздің претензияларыңызды айтып, сыртта да сондай қарым-қатынаста болыңыз, немесе сыртта күліп ойнап жүресіз де, мына жерге келіп қана претензия айтасыз ба, соны түсінбедік. Сыртта басқа, іште басқасыздар ма деген. Неге олай? Рахмет, неге олай? Мен Айдананы түсінбей отырмын. Бір минут тұра тұршы. Неге сен олай айтасың Айдана? Ұяты жоқ, осындай деген сияқты. Қалай ұяты жоқ? Енді білмеймін, енді көрер көзге қалай, бірақ жаңағы видеода бір тым ерсі қылықтарды байқап қалдық барлығымыз. Енді Абылайдың тарапынан әрине бір видео әдемі шықсын деген мақсатта да болуы мүмкін, бірақ та соның өзінде қызға сөз келеді, ау, бұның ата-анасы қарап отыр ау деген ойды ойламаған сияқты көрінді да. Мен Балауса ханым бұл жерде ерсі ешнәрсені көріп отқан жоқпын. Егер де ерсі болса, бұл видеоны бірінші телеарна эфирге де шығармайтын еді деп ойлаймын да өз басым. Бұл жерде біз әдемі көрініс жасадық өзіміз үшін де. Бұл кісі қарсы болса түспейтін еді деген сияқты ғой. Мен де қарсы болсам, мен де түспейтін едім. Енді менің ойымша Айдананың айтып отырғаны көбірек ол жердегі атмосфера, ол жердегі көңіл күй мен сіздердің қазіргі көңіл күй сөздеріңіз сәйкес келмейді. Қазір танымайтын адамдар сияқтысыз бір-бірлеріңізді. Бірақ маған айтып жатыр да, ұятсыз деген сияқты. Ол маған да жекеме өтіп кетіп жатыр да. Мен ол жерде мен өзімді ұятсызбын деп ойламаймын. Бұл видео әдемі видео болған үшін мен не кінәм бар деген сияқты.